Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Мәсіх үйлену тойында. Галилея өлкесіндегі Қана қаласында бір үйлену тойы болды. Исаның анасы Мариям тойға қолғабыс етіп жүрді. Иса мен шәкірттері де тойға шақырылды. Той енді қызып жатқанда шарап таусылып қалды. Мариям Исаға жағдайды білдіріп, қызметшілерге: «Ол сендерге не айтса, соны істеңдер» деді. Сол жерде дәстүрлі діни тазару әдетіне арналған 6 үлкен тас күбі бос тұрған еді. «Күбілерді суға толтырыңдар» деді Иса. Қызметшілер оларды ернеулете суға толтырды. «Енді содан шөміштеп алып, асабаға апарыңдар». Қызметшілер сенімсіздікпен бір-біріне қарады. Бірақ олар Исаның айтқанын орындады. Асаба ұрттап, оның дәмін көріп, күйеу балаға: «Жұрт дастархан жайғанда алдымен ең жақсы, кейін кәдімгі шарабын қоюшы еді. Сен керісінше ең жақсы шарабыңды осыған дейін сақтап отырыпсың ғой» деді. Су шарапқа айналды. Бұл Иса Масихтың жасаған көп кереметтерінің біріншісі еді. Мұны көрген шәкірттері оның айтқандарына кәміл сене бастады. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.